Но у нас получилось так. Кесарево жасау керек, созуға болмайды. Банально, өте банально. Ол преступление, сені больницаға жатқызамыз. Ладно, я тоже успокоюсь. Сен босану фазасына түспегенсің. Мне есть что сказать. Бәріне сәлем. Менің есімім Мерей, арнама қош келдіңіздер. Бұл менің босану туралы тарихымның екінші бөлімі. Бірінші бөлімде мен перзентханадан влог түсірген болатынмын. Ол жерде толықтай от А до Я барлық босану процесі көрінген. Ал бұл видеода мен сол кезде не сезінгенім, қандай эмоциялар менде болды, және жалпы ішкі жағдайым туралы айтатын боламын. Және де енді ана атанайын деп жүрген қыздарға, соған дайындалып жүрген қыздарға бір қатар кеңестер беремін. Я, мен ешқандай екі-үш баланың анасы емеспін, бірақ сонда да мне есть что сказать. Әр қызға пайдалы болады деген ойдамын. Поэтому давайте не терять время и бастайық. Начну с того, что мен 41 апта 2 күн болған кезде босандым. Және маған 38-37 апталарда акушерім уже сенікі балаң төмен орналасып тұр, уже босанатын секілдісің деген сияқты болжамдар айтып, мен вовсю дайындалып жүрген болатынмын. Сөйтсем қызым асықпай келейін деген екен. Сондықтан уже 39-40 апта өтіп бара жатқанда, ладно, я тоже успокоюсь деген сияқты сөйтіп күттім. И вот 41 апта болды. Мен тағы тексерілуге барсам, сен босану фазасына түспегенсің деді. Сондықтан ертең сені больницаға жатқызамыз. Бір күн күтіп, егер толғақ өзі басталмаса, онда соны шақыратын арнайы коктейль ма, сондайды ішкіземіз деді. Мен кішкене уайымдап қалдым, себебі ол туралы толықтай білмейтінмін, және де өзім толғақты табиғи түрде келген күтсек болмайды ма деп сөйтіп сұрасам, плацента оказывается стареет и су қарайып кетеді деп түсіндірді. Сондықтан келісіп, уже ертеңінде мен жаңағы сумкаларымды бәрін көтеріп келдім. Сөйтіп келген кезде кішкене белім ауырып солай тұрды, бірақ оны мен жаңағы ай толғақ сияқты нәрсе шығар дедім, себебі қатты бір шыдатпайтындай ауырған жоқ. Потом мені КТГ-ға жатқызып тексере бастаған кезде сізде 6 минут сайын толғақ болып жатыр деп айтты. И вот сол айтқан моменттен бастап маған уже больнее стало, потому что білмеймін, может это как самовнушение ма, түсінген жоқ. И пока менде толғақ жиілей түспейінше мен сол босанар алдындағы бөлімде жүрдім. Ол жердегі барлық қыздар почти кесарево сечение жасатады екен. И то, что мне понравилось, ол жерде бәріміз бір босанатын мамочкалардың бандасы сияқты, андай все такие сплоченные, дружелюбные, сондай болып жүрдік. Түнгі 3-ке таман менде уже толғақтар 3 минут сайын болып жатты. И осы кезде ғана маған у тебя родовая деятельность только-только начинается, енді сені жаңа босану бөліміне ауыстырамыз деп айтты. Кажется, с этой стороны пробор лучше. Менің мамам маған партнер болды, и мен жаңа роддомға түскен кезде уже сразу мамамен бірге кірем деп ойлағам. Сөйтсем, жоқ, так как карантин кезі тура босанатын моментке қарай партнерің кіре алады деп айтты. И маманы босанарға 2 сағат қалған кезде шақырдым. Наверное, если все нормально, то партнер от начала до конца жанында болады деп ойлаймын. Но у нас получилось так, и я даже рада, что солай болды, себебі мама прям керек кезінде в нужный момент келді. Мен 15 сағат толғатқандықтан уже босанатын моментке қарай менде почти күш қалмаған еді. Алдыңғы видеодан көрсеңіздер, көзімді де аша алмай, сөйлеуге де шамам келмей, сондай тек демалып солай жатқан едім. И мама келіп өзінің маған көмектеседі деген нужный слова айтып, шайын, суын беріп, мені жаңағы босанатын уақытқа қарай кішкене болсын күш жинауға көмектесті. И вот босанатын момент, акушер бәрі жанында. Толғағым ұзақ 15 сағат болса да, босануым өте тез болды. Мен байқамай да қалдым десем болады, себебі бір 3 рет, наверное, приложила усилий и босандым. А дальше барлығы как в сказке болды. Алдыңғы видеода да айтқанымдай, кеудеме баламды қойғаннан кейін уже бүкіл жаңағы ауырсынған сезімді бәрі кетеді екен. Тек қана бақыт қалады. Сол
В целом менің босану тарихым осылай өтті. Дальше осы тәжірибеден алған бірқатар кеңестерімді сіздерге айтқым келіп тұр. Бұл тізімдегі бірінші әрі ең маңызды пункт ол өзіңді морально, эмоционально дайында. Яғни сенің ішкі жағдайың дұрыс болу керек. Сен сумка дайындайсың, балаңның киімдерін дайындайсың, яғни барлық сондай материалды заттарды дайындау, это, конечно, важно, но ең бірінші ол сенің ішкі жағдайың, ішкі состояние дұрыс болу керек. Себебі қандай жағдай тумасын, сен барлығын бақылай аласың, барлығын қадағалай аласың деген сондай сенде сенім болу керек өзіңе. Ал егер сен күтпеген, ешқалай әсер ете алмайтын бір жағдай орын алса, онда хотя бы дұрыс реагировать ете аласың. Мысалы, сен паникаға түсіп, үрейге беріліп сондай болсаң, онда жатырың қысылып, мышцы барлығы қатайып, бұл, естественно, сенің босану процесіңе кедергі жасайды. А саған, наоборот, нужно расслабиться. И из этого пункта шығатын екінші мәселе ол не паникуй. Ешқандай үрейге, ешқандай қорқынышқа берілме. Себебі босану процесінде саған қарағанда сенің бөпеңе әлде қайда қиынырақ. Ол сенен де көп күш жұмсайды. Сондықтан оған барынша көмектесуің керек. Егер сенде үрей болмайтын болса, егер сен өзіңе сенімді болсаң, балаң саған толықтай сеніп, ол да спокойно болады. Үшінші мәселе ол барлығы жақсы болатынына сен. Банально, өте банально, но қазір ашып айтқаннан кейін түсінесің. То есть бүкіл қорқынышты, барлық жаман сценарийлерді ысырып таста. Сенің құрбыңда, сенің танысыңда болған жаман тәжірибе ол міндетті түрде сенен болады деген сөз емес. Конечно, нужно знать, қандай жаман ситуациялар болуы мүмкін, қандай қорқынышты, қауіпті жағдайлар болуы мүмкін дегенді білу өте маңызды, но оған фокустама. Оны білде, бірақ өзіңнің организміңе, өзіңнің ағзаңа толықтай сен. Менің денім сау, және барлығы ойдағыдай өтеді деген сондай аффирмация дейміз ба, жақсы ойды басыңда ұста. Ал егер сенің ойыңдағыдан басқа нәрсе болса, мысалы, сен бүкіл жүктілік кезінде мен өзім босанамын, табиғи түрде босанамын деп, соған дайындайтын арнайы курстарға барып, солай жүресің, ал на деле келгенде саған кесарево жасау керек, созуға болмайды деген сияқты сондай ситуация орын алса, онда сенің басында мынадай бір мантра десек болады, немесе сол аффирмация ма, қандай жағдай тумасын, у меня все под контролем, но егер осы сияқты бір ситуация болса, мен үшін менің баламның және өзімнің денсаулығым ең бірінші приоритет. И исходя из этого, яғни кез келген ситуацияда мен ең бірінші осы приоритетті еске алып тұрып, шешім қабылдаймын деген сияқты ойды всегда есіңде сақта. Сонда кез келген ситуация сен үшін оңай, кез келген ситуацияны өзіңе тиімді жағына өзгерте аласың. Келесі мәселе ол өзіңді барынша көп ақпаратпен қамты. Қазір сондай заман, столько информации, и меніңше ол преступление, егер сен өзіңді в неведении қалдырып, будь что будет деген сияқты сондай отношение келтірсең, онда дұрыс емес деп ойлаймын. Бірақ барынша көп деген ол бет алды кез келген информация емес, дәлелденген нақты ақпаратты ал. Қате ақпарат алып, опять-таки сол үрейге, паникаға, қорқынышқа келуі мүмкін. Сондықтан дұрыс, түсінікті ақпарат жина. Келесі, партнерді таңдау және оның дайындығы. Партнер сенің босану процесіне толықтай болмаса да 80-90% әсер ете алатын адам. Мен өз тәжірибемді айттым, менде қатты шаршап қалғаннан кесарево сечение жасату мүмкіндігі де бар еді. Бірақ мамам келіп, өз қолдауын көрсетіп, керекті маған көмектеседі деген сөздерін айтып, мен өзімді қайтадан жинай алдым. Сондықтан партнер өзінің сөзінің салмағын білу керек, және де босанатын қыздың бүкіл эмоциясын қандай, мысалы, кейде керісінше ешкім жанында болмасын, я хочу быть одна деген сияқты сондай момент болады. Сондай кезде кедергі жасамай, арырақ болып, ал керек кезінде жанында болып, массажыңды бәрін жасап, яғни сенмен бірге ол да морально дайындалу керек,
паникаға түсіп кетсе, керісінше саған кедергі жасайды. Сондықтан партнер болу ол өте жауапты іс. Сіз сондай рөлде қатысатын болсаңыз, онда өзіңізді барынша дайындаңыз. Сонымен менің саған берер кеңестерім осындай. Ана болудағы алғашқы тәжірибемен бөлістім, және де саған ұнады деген ойдамын. Егер пайдалы болсам және осы видео саған ұнаса, онда лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Келесі видеоларда кездескенше, пока.